Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бастау инновация компаниясынан келесі сабағынан жалғастырамыз. Келесі сабағын яғни Алло, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Шүкір Аллаға. Өзің қалайсың, Ердос? Жақсы, шүкір, жақсы. Қалай? Жұмыс қалай болды? Короче, енді сізге бүгін сұрақ көп болайын деп тұр ғой. Давай, қоя бер. Мен қазір сізге нені ашайын? Экранды. Короче, анау біз алдын сіз маған Bootstrap пример көрсеттіңіз ғой, былай істеу керек деп. Иә. Сонымен сіздің мысалы макетте жібергенде маған екіне жібергенсіз, үшеу жібергенсіз. Екімен үшіншісі ол 750 мен 320 пиксель ғой. Ол екеуі де алдымен оқып жазған бойынша екеуі де ол анау ең кіші неге кіріп кетеді ғой. XS дегенге ше. Иә. Содан кейін мен жөн түсінбедім да, сізде мысалы сіз код жазған кезде максимум ашылды ма сізде? Ашылды, иә. Мына жерде сіз бүйтіп жазғансыз да қазір. Мысалы, комментер деп тұрдым да, просто. Мысалы, мына жерде сіз екі максимум width деп жаздыңыз да, біреуі 767, біреуі 991, иә? Қазір қандай? Иә. Сіз біріншісіне максимум width 991 дедіңіз да, значит, ол уже анау small нелерге кіреді ғой, кіші устройстволарға кіреді да? Иә. Ал астындағысы ол 767 деген ол XS дегенге кіреді. Иә. Бірақ сонда MD дегенге вообще біз ештеңе, алдын ештеңе жазбадық па сонда? MD дегенге жазуға болады, мысалы, max width 1199 пиксель деп. Ал большой устройство оған ештеңе жазбайсың ба, ол и так неде болады, өзің кодта жазылған нәрсе сол тұрады ма? Иә. Енді мен түсінбеген, мысалы, мына жерде маған 750 мен 320 берілген да, көрдіңіз ба? Иә. Екеуі де XS-қа кіреді да? Бірақ осында не басқаша да, видео көрдіңіз ба? Уже 320-да мынандай болып тұрады видео. Түсінікті. Осын түсінбедім да, мен ол қалай 750 мен 320 екеуі де XS-қа кіріп кетеді ғой, оны қалай отдельно істейміз деп сұрайын деген. Оны медиамен істеуге болады ғой, негізі жалпы. Отдельно 750 деп беріп па? Иә, мысалы 750-де мысалы отдельно беріп, соған бөлек CSS арқылы дәл солай жасауға болады, және бөлек CSS арқылы, медиа арқылы 320-ға бөлек жасауға болады. Бірақ мына жерде негізінде не принципиально бұл, соған қатып қалған нәрсе жоқ. 750 пиксель болса, оны мысалы 780-ге арналған сияқты ретінде санап жасай беруге болады. Яғни бұл SM ғой жалпы айтқанда. Просто мен соны түсінбедім. Содан кейін мен Bootstrap онша қарамадым. Мен анын кәдімгі верстка істедім де өзі сайттыңша бірінші. Соның өзінен де кішкене проблемалар шықты сайт көрсетемін сізге. Жалпы бірінші LG жасалады. LG мен MD почти бірдей ғой. Иә, оны түсіндім. Мен өз сайт істедім да. Көріп шығасыз ба? Көрейін. Бірінші несі. Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Так,
Суши Дэй, сделать заказ, номер, насладитесь 4 видами суши в одном сете, Дима. Так, Цюбер. Бесплатная доставка дейді. Цюбер. Жақсы вешка жасапсың. Өзің түсінулер жасадың ғой. Иә, бірақ қазір соны сұрайын деп жатқан жерлерім бар бір екен. Міне. Мынау 4-ші блокта осы жерде біраз сұрақтарым бар сіздің мына жерде. 4-ші блок саған берген жоқпын ғой жұмысына. Сіз бермедіңіз бе оған? Берген жоқпын саған. Бәсе мен бұл бопты қоя беріңізші, мына жерде сұрайын дегем. Мына жерде мынандай не болу керек та, мынандай бүйтіп қалған. Ол мен мына жерге фон ставить еттім да, анау имейдждің ішінен ше. Ол фонда мынандай несі бар мынандай бүйтіп, екі жағынан бүйтіп мынандай, типа үш-бұрыш сияқты нәрсе ше. Иә. Бірақ мен соны ставить еткенде именно осындай мынандай несіз болып қалды да, менде ставить етілді. Ал фотошопта қарасаңыз қазір көрсетемін. Мынандай көрдіңіз бе, мынандай несі бар. Ал суретті ашып көрші өзің, суретті бөлек. Қазір, бір минут. Вот, мынау фон 2 деген бар да, қазір көрсетемін. Міне. Ода бар. Көрінді байқалып тұр мына жерде. Осыны ставить еттім да мен фон 2 деп. Бірақ менде аяқта шықпады. Түсінікті. Шықпады менде. Оның биіктігі қанша еді, ана суреттің? Сурет биіктігі 298. Ал сенің сол ең қанша пиксель? Осы дифың. Бердім сол 298. Біз көштен. Баграундында тұрма сонда? Міне. Сайт деп 298 деп бердім. Имиджді оң жағын басып, Open in new tab деш. Все. Так, енді былай істейсің. Неге кіресің? Сушидегі сайтқа кіре сал. Мына жерге жазшы, margin top минус 15 пиксель. Тағы көтер сәл. Тағы ма? Осылай жасауға болады нормально. Осылай жасауға болады негізінде, бірақ бұл енді дұрыс метод деп айта алмайын. Негізінде вообще сен былай істей сал оңай болады еді. Анау главный фондағы суретті сондайға ретінде қырқып алған сияқты алу керек еді. Ағымен бірге фотошоптан. Одан кейін қазір көрсетемін. Вот мына жерде қараңыз енді. Фотошопта. Онда мынау судағы проблема, иә. Менде мысалы мынау сушидің несі тұр ғой мына сурет ше. Иә. Сол менде былай шығып кеткен да былай. Мына жаққа қарай. Бірақ мен несін бәрін дұрыс бердім. Бонта хайтын бәрін нормально бердім да, қазір көрсетемін. Көрдіңіз шығып кеткен мына жерден. Бірақ границам былай тұр да, мынау серый граница көріп тұрсыз ғой, бірақ мынау сурет что-то шығып кетті осы. Осы суретті ашып көрші жалпы. Тап қойдан. Аяқтан ба? Ол міне, фон-3. Суреттен екен. Ана жер арты прозрачный да, просто ана қырқып дұрыс қырқпаған ғой. Дұрыс қырқылмаған, бәсі онда правильно түсінікті. Онда анақтан өзім бөлек қырқып істейсем дұрыс болады, иә? Дұрыс болады, иә. Мен сізден одан кейін мына жерден сұрадым ғой, анау қалайынан не қояды деп. Сызық дұрыс қояды деп. Негізі мына фонда суретте фон бар екен да ондай. Сондай сызығымен қырылған сурет бар екен. Сондай қырқылған сурет бар екен да. Мен басында осылай қойып сөз жазғанда сөзінің қасынан шығып кетіп жатты. Одан кейін мен бөлек ашина иконкасын алып қойдым да, мынандай иконка бар ғой. Сөзді жазып, астына осының астына ашин сіз айтқандай ана бордер боттым деп сызылайын десем, ол мына жерден емес, именно астынан түсіп кетіп жатыр ол сөз. Түсінікті. Жоқ, сен былай істеуің керек еді ғой. Бір див ашасың, ішіне сурет саласың, имидж деген тег, иә? Одан кейін тағы да див ашасың. Ол див ол жаңағы
имидждің сол оң жағында орналасады, ол дифте текст тұрады. Соған бордер боттан беру керек еді. Мен қазір көрейін класс деген. Мен бәрін бір дифқа салып жібердім ғой. Ол дұрыс, ол бір дифқа саласың, бірақ ішінен тағы да диф ашасың да. Качественная рыба дегенге соған тағы диф ашасың. Соған бордер боттан бересің. Сонда ол бөлек ретінде есептеледі ғой. Әрине. Ал мынау несіше, мысалы мынау қазір менде кішкене төбегіре бүйтіп тұр ғой, төбе жағында. Соны мысалы мынау ортасынан былай қою үшін ол да сол жаңа диф ашсам орнына келе ма сөйтіп? Түсінбедім. Мысалы қазір көрсетсең. Әлі көріп тұрсыз ба, мынау сөз ортасынан тұр, иә мына. Менде ол төбе жағында тұр. Иә. Соны дәл ортасын жазу үшін сол жаңа дифқа салған кезде сөйтіп шыға ма ол? Сөйтіп маржинмен бүйтіп тұра. Маржинмен төмен түсіресің, иә, солай турлап аласың, иә. Түсінікті. Осы сұрақ бар еді, болды басқа. Мыналар жақсы, мынаны дұрыс дедің. Төртінші блокта қандай сұрақтар бар? Төртінші блоктан егер жасасаң. Маған келдім да мен, бұда енді фон белый болған кейін ештеңке қоймақ қойып, әшейін хайтты бердім бұған. Хайтты қанша бердің? Хайт надан есептеп алдым да. Аналардан хайтты алып тастадың ба кейін, или алған жоқсың ба? Олардан хайтты тимедім оларға. Хайт тұрып қалды ма? Былай алып есептедім да, ақты. Тәуіп алып. Сөйтіп соны қанша хайт шықты, соны аяққа жаза салдым соны. Түсінікті. Содан кейін тайтл бердім. Екіншінен тағы бір тайтл деп алдым да, оны дифпен жаздым. Уже мына жерге келген кезде, мысалы, мынаны как көрсетейін, общий бір диф қылдым бәрін. Дұрыс, иә. Бірінші имидж қылып салдым да, бөлек класспен, потом мынаған тағы бір диф аштым да, бұны қазір көрсетсем сізге. Вот міне, общий бір диф аштым да. Одан кейін ішіне бірінші имидж салып алдым. Қара, Call LG4 дегеннен кейін обязательно ол как родительский элемент ретінде алып шыққан соң ішіне бір диф ашу керексің тағы да. Соны басқарасың, соған сен класс бересің, соны жылтасың оңға солға. Түсінесің ба? Қысқартатын болсаң, соны қысқартасың. Биіктігі жағынан, ені жағынан. Call LG4-тің ішіне сразу имидж салып, оны жасап кету дұрыс емес та. Call LG4-тің ішіне салғаннан кейін ішіне уже төртінші блок болса, уже S4 блок деп уже бір класс div ашу керек. Соның ішіне бүкіл нәрсені тығу керек жаңасы. Оның ішіне divтің ішіне div ашып, әбден сәндеп тастаған соң, оны екі рет копировать ставить ете саласың жанына. Call LG4 мен бірге. Оны түсіндім жайды. Мына текстер жазу үшін тағы бір div аштым да. Типа set1 деп, оған бірінші на Philadelphia set деген жаздым да. Ал мынаны span деп бердім. Олардың нелерін CSS-те дұрыстап алдым да. Одан кейін келесі уже Photoshop-та көретін болсаңыз, мынандай Cal дегендер ше. Осыларға мынаяқта онша көрінбейді, бірақ несі бар екен да? Бордері бар. Иә. Мен оған бордер бердім да, мыналарды жазып, бірақ әр жирный болып тұр ғой сандар. Осы әрқайсысын спанмен жазып, общий бір спанға жирность бердім, болып деп. Иә, оны кәнді көрмей тұрмын ба сенде? Қазір көрсетесің. Жоқ, сен CSS жоқ болсында не қазір? CSS бар мен. Жоқ, қазір дәл дизайндағыдай болмай тұр ғой дегенім ғой. Сенің сайтың. Жоқ, сіз түсінбей қалдым. Сенің сайтың қазір дәл дизайндағыдай болмай тұр ғой, төртінші блогың. Соны айтайын деп жатқам ғой, енді келе жатырмын да соны. Әлі жасаған жоқсың ғой. Соны мысалы, менде мынандай болып қалды да, жазған кезде. Сол маған бір неде строкада жазып алатындай керек болады. Соны сұрайын деген едім. Түсінікті. Калдың сыртына қандай бордер тұр оның сыртында? Көрсетші кодын. Міне. Жоқ, HTML кодында структурасын. HTML код қазір. Так. Спанда не қылып жүргесің ғой сен? Спанда дисплей блок қылып жүргесің ғой примерно. Свойства спан деген көрші. Ашшы. Міне. Дисплей блок жоқ па? Жоқ. Онда домды ашшы, оң жағын басып.
не аш дейсіз? Дом деген бар ғой анау. Ctrl Shift I. Браузерден. Қазір білмеймін. Яқтан ашайын ба? Просмотреть код деген сол ғой, сол. Соны мысалы 11.29-дың үстіне басып таңдашы. Set one span деген бар, соға дисплей болып тұр, көрдің ба? Сен енді былай істеуің керексің. Дисплей болып тұр, то есть жоғары көтер. Сол жерден көтере сал, жоғары. Свойства спанға жазшы сол жерге display inline деп. Display inline ба? Всё. Осыны істеу керек па? Сен просто блок қылып жібергесің да ана жерде. Ал set one сен басқа спанға жазам деп ойлап, сен бүкіл set one'ның ішіндегі спандарға жазып жібердің да. Қазір қоясың. Мына жерге былай қоямын осыны. Сіз жода қатып не істеп жатырсыз? Компьютерден шығар. Дауыс андай болып келіп жатыр. Андай қатып келіп жатыр. Сонымен бұл басқа сұрақ жоқ, енді осыларды істедім да. Неге сол Bootstrap'пен жұмыс жасаман былай айтқанда? Мен көп нәрсені түсінбедім Bootstrap'тан соң. Адаптациясын жасаған жоқсың ба сонда? Bootstrap жоқ, жасаман. Тек осы версткамен жұмыс жасадым. Түсінікті. Сол андай, сол наяқтан нелер, анау макетпен қараған, наяқтан қараған, содан кейін түсініспей қалдым да өзім. Ол қалай ол деп, содан кейін сұрайын деп қалдырғам оны. Түсінікті. Бұлай сайтым осы. Үш несі блогы. Тек LG-ға ғана жасадың, сонда медиа вообще пайдаланған жоқсың CSS-те. Түсінікті. Мен жоғары көтерші, тағы да көріп шығайық. Алло. Ердос, жоғары көтерші, көріп шығайық сайтта. Осы ғой жоғарысы. Жой, бірінші блокқа да, бірінші блоктан бастап. Осы ғой, ең төбесі. Маған көрмей тұр онда бірінші блогым. Суши дей деп шығып тұрған жоқ па? Жоқ. Алдын айтайын. Әлі көрінбей тұр ма? Иә. По-моему, скайптан жасайын. Скорость соединения низкая дейді ғой. Сіз сол что-то қатып келіп жатсыз маған. По-моему, интернеттен сияқты ғой. Шықпады ма? Ештеңке? Енді қайтадан шығып жатқан сияқты жайлап. Шықты ма? Шығып жатыр қазір. Интернеттен ғой. Енді саған қай блокты көрсетейін саған енді, пример ретінде? Маған ба? Мен мысалы жасаған кезде ше мен общий бір роу деп аштым да. И мысалы әр нені тайтл болсын, сурет болсын, соларға LG12 деп бердім. Өйткені олар бір общий нені алып тұр ғой. Өте дұрыс. Сөйтіп істедім да. И нелерге қарадым да, масштабтарына, мысалы ең кішкентай 320-лықтарына қарадым да, сол ертең өзгерту керек болады ғой деп, сол әрқайсысына бір роудан беріп шықтым дейді. Роу беру не обязательно? Роуды мысалы бір общий роу аштым да, просто әрқайсысына LG12 деп сөйтіп жазып, соны сұрайын дегенім, солай жасау керек па, или дұрыс. Тайтлдарға жеке-жеке LG бересің, 12 XS деп бересің бірақ. XS? Мен қазір сізге көрсетейін, ашылды ма, ашылмады ма? Жоқ, ашылған жоқ. Әлі ашылмайды ма? Менде демонстрация деген жасалып тұр,
сізге что-то бармай жатыр ғой. иә менде ойланып тұр қазір. Жалпы мынандай ғой, міне егер сен мысалы бір тайтл жазатын болсаң, ол тайтл тек бір-ақ қатарда тұратын болса строкада, яғни ол жерде call LG12, call MD12, call SM12, call XS12 деп жаздың ғой сен, Ол жазуды не обязательно. Call XS12 деп жазсаң жетеді. Call XS12 деген сөздің ол барлығы 12 деген сөз. Егер тек қана call XS12 болса. Егер сен call XS12 потом call MD6 десең, ол кезде call XS12, call SM12, call MD6, call LG6 деген сөз. Мен мысалы общий тайтл бірақ неде тұрады ғой енді. Иә. Бір колонкада. Соған мен call LG12 деп сондайлардың бәрін сөйтіп жазыппын. Ал басқа анау 3-4-ге бөлінгендерді кәдімгі LG 4-тен 3-тен сөйтіп бөлініп алған. Сен қазір тек қана call LG-да ғана пайдаландың ба? Иә, call LG-да ғана пайдаландым. Ал MD, XS, SM? Олар жазбадым алады. Одан кейін анау сіздің жөніп сұрап алып өзгертетін кезде қосамын деп ойладым. Все түсінікті. Ашылмады ма әлі? Жоқ. Менікі ашылды ма, көрші? Қазір. Сіздіңкі... Жоқ, ашылмады. Ашылып жатыр. Ашылды. Көріп тұрсың ба? Иә, көріп тұрмын. Өзіңгі тұра берсің ба, или өшесен ба? Олды тұра берсін, олда. Так, суши дей, хорошо. Так, менде суши дейдің екеуі және біреуі бар. Көрттірсің ба? Көрттім. Саған қай блок керек екен? Саған қай блок мысалы көрсеткен қалайсың? Төртінші блок па? Төртті. Осыны көрсетейік па онда? Жоқ. Анаң осын көре берейік. Хорошо, давай осыны көрсетейік. Так, популярные сети недели. Так, полное меню, анау мынау. Так, осыны адаптациясы керек бізге. Хорошо. Так. Бізде S1 бар, е? Div S2 деп ашамыз. Оның үшін div container деген бар. Осын қазір қойсыз. Мысалы, алдын біз контейнер, анау верстка жасап жүргенде контейнер ашқан кейін анау CSS-ті біз өлтісін бердік қой, бұлай, өзіміз жазып, ше? Иә. Соны мысалы бұқтайын жазбаймыз ғой? Жазбаймыз, иә. Сон бағана мен мысалы
өзім істеген кезде контейнерға бірінші өтіп жазыппын да мен. Кейін обновить етіп енді типа мобильныйда қандай болады деп көргенде ол жерде дұрыс болмады да. Содан кейін ойланып оқып бар нәрсе, содан кейін контейнерге ештеңе жазбайтынымды содан кейін түсіндім да мен. Контейнер десең өзің умолчанию, по умолчанию болады екен ғой деген. Конечно болады, иә. 1170 пиксель болып тұрады контейнер өзі. Одан кейін ішіне роу ашасың. Автоматически сразу. Иә? Иә. Одан кейін уже не ашасың? Div, call, мысалы. Мен көремін, мысалы, қараймын. Примерно бірінші не? LG жасап едік қазірше. Мен үш жасадым барлығы осындай. Title дегеннен бәрін үш жасап шықтым. Егер мысалы, барлық кезде бір қатара тұратын болса, түсінің ба? XS, MD, SM кезінде, онда бұны XS12 деп бере салуға болады. Мысалы, бит жазып жүргенше, біреулер ішіп жазып жатыр, мысалы, біреулерше. Ол қате емес бұл. Бірақ қажет жоқ нәрселер да. Бірінші ара. То есть XS жазады, потом LG, MD, SM, XS, мысалы, осы тұрған кезде мыналар керек емес уже. Өйткені мәселе кішкентайдан үлкенге қарай ұмтылады да, солай түсінсең болады. Егер XS 12 десең, SM, MD, LG 12 болып саналады. XS егер сен сразу 6 десең, мыналар жазбай қойсаң, қалған бәрі 6 болып саналады. Түсіндің ғой, иә? Ал егер мынаны XS 12 десең, потом мына жерден бастап 3 десең, мынау екеуі 3 болып кетеді. Или мына жерден бастап 4 десең, үшеуі 4 болып кетеді. Или 4-еуі 4 түрі болса, осы амал жоқ 4 сөйт бересің. Понятно. Біздің жағдайда осы Call XS 12 болып тұра береді. Сосын, мысалы, Call XS 12 дегенде, row, контейнер дегенде қолмен ешқандай да өзгертуге болмайды, код жазып. Өзгертесің ба, жанына row 2 деп не жаз, класс аш, соны өзгерт. Түсінікті ғой, иә? Иә. Так, келесі. Популярные сети. Мынаны жазу керек. Екеуін бір осы роуға салсақ, Call XS-ке span, біреу title деп. S2, то есть title. Мен қазір сайттан ашып көріп жатырмын, нені ашқан жоқ, Photoshop'та ашқан жоқпын. Сіз екеуіне біреуіне салсайын деп отырсыз ба? Иә, солай істей салайын деп отырмын. Не істеймін онда? Сенде қандай идея бар? Мен просто екеуін екі бөлек істедім, екі бөлек дивпен. Екі бөлек дивпен, екі бөлек Call XS 12 ма? Иә, сондай қылып істедім. Ойда болады, бірақ мысалы керек емес нәрселер да. Иә, түсіндім ғой. Осы болды. Енді структурасын қарайық. Келесіне. Call XS 12 болды ғой, иә? Бай істеу болды. Роу біткен соң қайтадан новый роу ашуға болады да. Сен осылай істедің ба? Жоқ, мен бәрін бір роудың ішіне тығып. Сөйтіп уже ана 3 блок жасауға болады. Div, Call, LG 4, е? Иә, 4. Иә, осылай істеуге болады. Сен бай істегенсің. Мен бәрін бір роуға тығып. Ол да дұрыс, ол да қате емес. Просто менің де аштым келмейді, өйткені мынау басқа әлем, мынау уже басқа әлем болғанын қалаймын да. Бір-біріне кедергі келтірген қаламаймын. Сол себепті осылай бөліп жатырмын. Так, уже мынау ішіндегілерді уже бөлмеймін. Бірге тыға беремін барлығын. Так, ішіне div ашам. Div, call, то есть call емес, S2. Так, бізде қандай? Блок болсын. S2 товар ғой, бұл товар десек, S2 товар. S2 товар. Мынау мен S2 товарым болады. Мынау image болады. Мынау title болады, товар name болады, мынау описание болады, description.
мынау салмағы, мынау бағасы, мынау кнопкасы. Так, image S2 товар image деп қойсайын. Images, так, қандай? Суши 1 масмай. Суши 1 ма? Суши 1.png. Sushi 1.png, ага. Все. Енді оның астына, в принципе, сурет қойған соң оның астына бір div ашылу керек полный, мид ашылу үшін. Div S2 товар текст дей салу керек. Текстті кетеді. Осының ішіне уже div S2 товар name аты кетеді. Дұрыс қой, ә? Иә. Description кетеді. Аха. Одан кейін уже description кетеді. Desk деп қоя салайын. Так. BR керек емес деп ойлаймын ол жерге. Ол жерде өз бөліне береді. Иә. Бәже бағана мен BR-мен көрдім да оны. Аха. И анау последний ролл деген жазу үшінші неге түсіп кетті да. Соң ойланып отқаным не үшін деп. Так. В принципе, ол де структурасы осы ма? Или тағы бар ма? Анау нелер қалып кетті ғой. Ол маңызды емес деп ойлаймын. Олар тұра берсін. Жоқ, менде мысалы фотошопта бар ғой. Аха. Анау нелер бар ғой, анау. Білемін, ол керек емес. Керек емес деп па. Иә. Ол өзін жасауға болатын шығар оны. Иә, жасаймын. Так. Так, осы, так, кнопку заказать деген керек енді бізге. Мынау үшеуін бір дипке салу керек негізі ше. Үшеуі бір қатарда тұрады ғой. Түсінікті ғой, ә? Так, енді осын көрейік не болған. Қанша пиксель дедің, полный? Полный, қазір айтамын.
927. Height. 927 piksel, ya? Наружу мобильный адаптация кететін нәрселерді. Сол себепті барын жазып қойып. Орға миді ашып қойып әзірше. Вообще бай сезімдер вообще күшті болады. Түсінікті болсын ба? Иә. Так, бізде қандай блок бар ең бірінші? Бәсекенің өзін аласақ мынаяқтан. Бәсекені алдық. Так. Контейнер керек. Бәсеке тайтл керек бізге. Егер код түсінбей жатсаң, сұрақтар болса қоя берсең болады. Жоқ, түсінбедім.
келесі жолы басқа компьютерге отырамын ғой что-то. Мынау компьютер емес, мынау ноутбук қой мынау. Просто басқа компьютерлерде веб-камера жоқ та. Мен түрімді көре алмай қаласың. Филадельфия сеть. Так. Prosenttер pikselдің орнына ма? Ашин text size деп сесек ше процентсіз width сапсып. Ол да болады. Түсінбедім, сұрақты басынан қайтып алшы.
мысалы width 25% деп жаздыңыз ғой, соны алып тастап әшейін текст size деп общий несін пиксельмен берсек. width деген ол мен diffтің ұзындығын беріп жатырмын ғой. Болды. Ширина, то есть тексттің размері емес. Тексттің размері қазір беріледі и так-то. Түсінікті. Фон size. Эхо 2 болт италик деген қосылған, шрифт бізде.
қате кнопканы алып қойдым ол что-то иә. Жоқ. Вроде нормально сияқты. Жасылдың кнопканы аламын ба деп сары кнопканы алып қойдым да мынаяқтың дизайны бойынша. Қазір мен CSS код трегін алып жатырмын ғой. Мындай хайтты болған соң биіктікті өшіре салу керек негізі. Өшіре саласың да былай. Padding боттың бере салу керексің. Бірақ надо и так padding не бар, өйткені margin боттың бар надо болмай. Иә, сол үшін S2-ден өшіре салсаң болады. Хайтты ма? Уже созылмалы не болатын болады. Блок болатын болады. Ол жазған нәрсеге қарай созыла бере ма? Иә. Міне біздің LG блогымыз бітті. Анау тауарларымыз тұр. Так, осы тексттер осындай барлығы бірдей. Енді бізге осы адаптациясын жасау керек. Ең бірінші мынаның адаптациясын көрейік. Айтты маған. Так. Жалпы бізде бай көрінеді, қара. Ең біріншінде бай бастайды. Мысалы 1240-тан бастап көрсең болады. Жалпы 1200-ден бастаған дұрыс қой негізі, ең дұрысы. 1200-ден бастайсың. Потом мысалы мынандай 100% қойып қазір. Біздің жағдайда осындай нәрсе. Мен анын бөлек алып қойсайын, бөлек страница ретінде саған кедергі жасамай ақ қойсын. Жарай ма? Мен қазір 1200 болып тұр қазір. Көріп тұрсың ғой, иә? Так, 1200-де примерно мынандай блок мынандай болып тұрады. Бұл LG кез уже 1200-ден төмен түсем 1599 MD кез болып кетті. LG мен MD-де ешқандай айырмашылық жоқ. Мен де солай жасаймын енді.
Мгм. Менде де вроде мен жанына қимылдатып көремін былай қимылдамайды, бәрі дұрыс. 1200-де 1199-ға барамын енді. 1199-ға барсам уже менде түсіп кетті астына. Көріп тұрсың ғой, дұрыс емес. Демек Иә. мен кодымды ашып қараймын, неге түсіп кетті менде. Сөйтіп қараймын да мен бір нәрсені анықтап аламын. Мына жерде call LG4 емес, call LG4, яғни егер call LG4 десек, қалған уақыттарда автоматически 12 болып кетеді. Бұл жерде қазір call M-ді 12 болып тұр деген сөз. Сол себепті мен LG-лардың бәрін үшеуін бірден M-ді ауыстырамын. Енді обновить етіп көремін. M-ді. Мен яқта image-дің суреті менде артық шығып кетті. Мен image-ге класс бермеген екенмін. Image 100% болу керек деп ондай нәрсе бермеппін. Мен яқа вставить ете салайын. Енді анау сыртындағы div қанша болса, сурет сонша болады. Сурет артық шығып кетпейді ешқашан. Түсінікті ғой, иә? Иә. Ал енді мысалы M-ді 4-тен бердіңіз ғой. Ол енді анау large 4-те болып тұрады ғой, иә, сонда по умолчанию. Иә. M-ді 4 болса, по умолчанию LG4 деген сөз ол да, иә. Сурет мысалы мынау заказать деген кнопка жанында тұрады, менде заказать деген кнопка жанында тұрған жоқ, шығып кеткен. Так, онда жылыту керек деген тема болады. Ол үшін мысалы уже мына жақтан не ашамыз? Мобильный версиясын тауып аламыз мына жақтан. Медианың ішіне ме? Иә, уже медиа ашамыз. Медиада уже былай болады. Max Width 1200 бересіз ба? 1199 беремін. На, 1000. Одан кейін мына жерге не аламын? Сәл азайтамын. Несін? Саған көрінбеген жаман болып тұрны астына бере салайын, иә? Сөйтесің. Міне, margin left. Padding left бар бұда, padding left азайтамын. 26 пиксель қойын. Соғытым размерін кішірейтейін. 20 пиксель қойсайын. 22 тұра берсін. Мен екі параметрді өзгерттім. Көрдің ба CSS-тегі? Олар қандай параметрлер? Отпар ғой? Иә, padding мен сосын font size ал. Padding left, потом font size. Так, одан кейін енді мына заказать деген сөзді сәл болса да margin left'ін азайту керек. Өзін сәл қысқарту керек. Жүз отыз бола берсін, иә. Түсінікті ғой, иә?
демек 1200 нормально. Көрдің ғой, 1200 нормально деген сөз ол мысалы 991 ма, 992-де ауыса ма, 992-ге шейін нормально деген сөз. Өйткені оны қысқан сайын, жанын екі шетінен, ол жанындағы 30 бар соғар ғана соның есебінен кішіреді. Түсінікті ғой, мына жер кішірмейді, жанындағы бар, навар кішіреді. Сол себепті ол өзгермейді. Сонда MD мен LG бірдей болу керек, Почти, істейтін кезде, MD-ға ауысқанда аналар бағанадай түсіп кетпейтіндей ғып бірінші істеп алу керек. Ол енді клиенттің требованиясына байланысты және сайттың типіне байланысты болады. Егер өзгертетін жағдай болатын болса, ол обязательно өзгерту керек болады. Так, 992 бітті. 100%. Так, енді 991. 991 ол SMD кетті, бізде мынау 991-де қалай болады? Бұл кезде де бұлар осындай екен, бірақ мынау кнопка астына түсіп кетті. Байқадың ғой, демек бізде солай істейміз. Бізде, значит, мынау уже MD емес екен, оказывается, біз SM деп жасайды екенбіз. Түсініп жатсың ғой, уже мынандай мысалы, осы кезде мысалы базисіге болады, мына жерлер кішірейтуге болады, сәл-сәл. Мысалы, осы орын мысалы, line height-ті сәл азайтуға болады. Бір деуге болады деген сияқты ғой, 1,2 деп сәл кішірейтуге болады, мысалы. Бұл қай кез бұл? 991-ден төмен кез, осы кез, не? Мынайке керек емес. Так, ауыстырдық, үшеуін паддың топты ауыстырған жоқпыз. Ауыстырмаса керек емес бізге. Так. Мынау кішіретейік мынаны. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Имиджға Windows 100 дегеніңіз, ол қандай неде болса да сол өзінің несін тап тұру керек деген не ғой, Өзінің, Ол кезде мен хайтына тескен жоқ, жақ қана өзін ғана маған жаңағы менің блогымның ішінде 100% по максимуму ұстап тұр деген сияқты ғой. Полное меню, анау. Так, осы. Не бітті почти. 768-ге шейін осы нормально тұрады осы қара. Түсінікті ғой, Енді, мысалы, уже 767. Ең қиын жерлер басталды енді. 767-те осылай жасалады. Көрме, осындай болып қалады. Сен енді уже арғай бір неге 3 товар салсаң, дұрыс емес болып саналады. Түсінікті ғой, Сол үшін бұлай істеу керек. Енді бұл әдісті мен өзім қолданам негізінде. Так, 767 мына жерде. 767-тен контейнер деймін да. Өз берем контейнерге. Контейнер өз болады да 500 пиксель болып саналады. Түсініп жатсың ба? Сонда 767 келгенде ортасында тұру үшін контейнер беріп жатыр ғой.
ортасын тұру шығып үшін кетпеу үшін иә мен екі жақтан шығып иә кетпеу үшін. мысалы әрқайсысына бүйтіп не жасап отыру үшін мен шаршап кетемін, одан да айттым осылай тұра берсін деген сияқты келтіре салдым да. Осылай тұрды, міне мынандай тұрды. Мысалы мынаның бірінші дизайн көріп қалай болатын 767-те. Мына 600-ге дейін осындай болып тұрады екен, прикинь. 450-де ше. 450 осылай тұрады екен. Так, жарайды. Міне. Популярные сети недели, анау-мынау. Осылай. 767-те осы примерно. Нормально, вроде болады маған. Бұл 500-ге шейін солай тұрады бұл. Түсінсің ба? Өйткені 500-ге шейін жаңағыда несін сап тұрады да. Потом уже мен тағы медиа бастаймын тағы. Бұл медиа контейнерді тағы алам. Контейнерді уже мен 420 ретінде қарастыратын боламын. Мысалы оларға контейнер бермесек ол по умолчанию болмай ма өзінде? Олар 100% болып тұра береді, яғни созған сайын созылады, сыққан сайын сығыла беретін болады. Қазір уже 420-да тұр қазір. Оны бүйтіп неде өзіңіз бере салдыңыз олай по глазу? Иә. Сәл кішіретеге отыналар мысалы. Уже көбінесе не ғой, импровизация керек бұл жерде. Өйткені дизайнерлер бізге барлық әр пиксельде қалай болатынын көрсетпейді ғой. Так что программист адам өзі түсініп, осы жерде осылай болған дұрыс дейді да. Солай сәл реттеп жүретін болса, вообще күшті жақсы жұмыс жасайды солай. Бұл жерде енді біз анау М-ді не 4 деп тұрған еді ғой анақта. Соны өзгертпейміз ба? XS типа 12 қылып қасына плюс. XS автомат түрде сол өзгеріп кетеді XS-ке. Сонысын ба қара, біз SM-ді жаздық, көрдің бе? SM деп жаздық. Яғни кол SM4 деп жазсақ, ол кол MD4, кол LG4 деген саналады. Ал егер қайсысын жазбаймыз, автоматически 12 болып саналады. Мысалы кол XS ол SM-нен төмен ғой, кішігентай. Демек олар XS болып саналады автоматически. Ал егер бір нәрсе жазсаң, сол және соның үлкендері соған тең болып саналады. Егер оларды отдельно көрсетпесең. Мысалы енді оны жазуға да болады, бірақ нежелательно, жазуға да болады, әрине қатес саналады, бірақ неге жазасың артық қылды сен, дұрыс па? Так. 499. Енді мысалы 420 дедік па, 420-ға шейін барамыз. Бардық, міне анау-мынау. Вроде нормально. Енді сразу 375-ке өтеміз. Мына 767 емес, мына жерде точно қате кеттім менде. 767 мына жерде не ғой? 500 пиксель болады. Ал мына жерде
Қанша болады? 375. 375. 420-дан кіші болу керек. Максимум 420 болғанда контейнер бізде 375 болады сол кезде. Онда өзіңіз былай бере бересіз ба? Ана максимум дегенде или өзінің несі бар ма сондай? Жоқ, бұларды өзім бере берем қалаған уақытта. 422 бергім келе ме бере берем. Бірақ не мәселе? Мәселе 4 мысалы кейбір сотылар 420-да жақсы ашылады, кейбір сотылар 375-те ашылады. Сол үшін мен контейнер соларға ыңғайлы қылып беріп жатырмын да. Түсінікті ме? Енді 375-ке барайық. 375-ке бардым, қара. Менде уже жанында ақ нәрсе шықты. Осы нәрсе көп нәрсе шығады мысалы. Осы мида ашытатын нәрселер. Осыған қара жақсылап қарау керек. Бұл неге мысалы 100% шықты мысалы. Неге точно шығып кетті мысалы. Демек контейнер дұрыс берілген жоқ. Контейнер 375 пиксель беріп тұр. Уже контейнер берілмей керек негізі мына жерде. Контейнер 100% деп тұра беру керек мына жерде. Қатып қалдыңыз ба? Қанша? Қазір нормально. Уже мен 100% қылып жібердім контейнерді. Уже жанында ақ нәрселер жоқ. Көрдің бе? Осындай товарлар, полное меню. 375 вроде нормально. Түсінікті ғой, 360 көреміз. 375 дұрыс жасалса, 360 дұрыс жасалады деген сөз негізі. Оны көрем 100%-ға. Қарайым. Вроде нормально болды. Көрдің ғой? Әр жерде контейнерді ғана өзгерттіңіз, 100% деп. Иә. Просто баған қатып қалып көрмей қалдым да. Потом 320-ны көрем. Осы 320-да көп косяктар 320-да шығады негізі. 320 деген ең кіші ұялы телефондардың размерлері. Вроде нормально болды да. Полный меню деген нәрсе. Түсінікті ғой, болды, бітті осы блоктың версткасы адаптивный. Енді мен қазір әшейін жобамен жасасам тез-тез негізі әр пикселін қарап отырып жасау керек негізі. Енді біз қызық болсын деп көрейік давай, сайтқа салып көрейік, сотовыйны жасап ашып көрейік. Программа бар ма сонда? Так, менде бізде қандай нәрсе бар тұғын яқта. Көрейік. Так. Мына жерде бізде сайтына таңдайды, Sushi.de 2. Мынау менің серверлер, мынау менің компьютердің папкалер, мынау сервердің папкалері ғой, соған салып жатырмын былай. Қазір bir.bigbear.kz деген сайтқа салып жатырмын. Қазір сен кіріп көрсем болады ұялы телефонымен. Мен телефон. Көрдің бе кіріп? Ашылды. Қалай екен? Әдемі, тура баған жасаған бе?
Все. Примерно осылай жасау керек негізі сайттарды. Вершкасы. Но заказать деген кнопкалары басыла ма мысалы, адамға ыңғайлы ма басып алатын? Біреулер мысалы полное менюді көріп тұрсың ба? Мысалы вообще ыңғайлы, үлкен кнопка. Иә. Ано заказать деген Свободно басылады, иә. Заказать деген кнопка бар да, сол үлкен қолға болады негізі. На свое усмотрение дейді ғой. Өзіңе сондай шешім қабылдап, дизайнерлерге сондай ақыл айтып, солай жасауға болады негізі. Түсінікті. Жалпы міне осылай. Түсінікті ғой, иә? Енді қандай сұрақ бар осы сабақ бойынша? Сұрақ болғанда, мен енді мысалы сіз қазір өзіңіз анау жасалып қойған Sushi Day деген сайттан аласыз ғой, мысалы нелер, размерлерінің қандай болу. Иә. Тота естілмей қалдың. Алло, естілмей қатып қалдыңыз ғой? Иә, айта бер. Короче, енді мысалы сіз анау уже жасалып қойған Sushi Day деген сайттан аласыз, қандай болу керек деп ше. Маған сіз 750 мен 320 деген несін ғана жіберіңіз да. Мен экран сізге көріне ма, көрмей ма әлі? Так, әлі ашқан жоқпын сен экранды, қазір ашып көрейін. Ашып көрсеңші. Жоқ, әлі көрінбей тұр. Демонстрация экраны деп басып көр тағы да. Қазір. Мысалы қара, сенде главный начальная точка бар, қайдан бастау керек, яғни сенде LG бар, сенде SM бар, дизайны, потом XS бар. Арасындағы нәрселердің бәрін сен өзің уже импровизация жасайсың. Түсіндің бе? Өзің мысалы популярный сети недели дегенде мысалы 4 товар тұру мүмкін да. И потом саған айтады 4 товар тұр дейді, и потом саған XS кезінде тұрады, саған дизайн береді, ол да бірақ товарлардың жасап қояды. Сен енді өзің ойланасың да, мен MD кезінде 4 товар тұра берсін дейсің, бірақ SM кезінде 2-2-ден қоя саласың товарды. Түсіндің ба? Импровизация жасайсың сәл-сәл. Өзің ойын қосасың, не қыласың. Дизайнер оның бәрін саған айтып беру мүмкін, или айтпай беру мүмкін. Енді маған енді менде 750 мен 320 дегені бар да. 320 енді сол XS ретінде жасаймын да, оланы қарап, соғаны қарап жасаймын. Вот 750 деген ол да мысалы қазір XS-қа кіріп кетейін деп тұр ғой. Жарайды. Мен 700. Алло. Иә. Қайтып қалып қалдыңыз ғой? Иә. Сол енді сол маған жіберген 750 деген макетін мен өзім 780 деп алып, MD қылып жасай берсем. Болады. Жасай берсем бола ма? Ол жерде 750 деген цифрге қарамасан да болады негізі. Жай ғана структурасын көресің да, планшетте осылай тұру керек дейсің, значит араларында солай тұру керек. Вот, түсінікті онда. Так, үй жұмысына. Үй жұмысын сен вообще дұрыс орындамай жатсың негізі, білесің бе? Иә, білем ғой, пока көп нәрсе түсініксіз болады ғой. Соны енді Bootstrap'та енді түсініп жатырмын. Bootstrap'танда кнопкалардың готовый дизайндар бар, иконкалар готовый бар, оның бәрін негізі біз көбінесе қолданбаймыз. Сол үшін жаңағы мысалы. Енді мысалы осы бірінші блок, екінші блок, үшінші, то есть бірінші блок, екінші блок, үшінші блок, төртінші блок, бесінші блок қойып, егер айтатын болсақ. Жарайды, блок деп айтпай қойып, бәрін бір блок деп санайық, дұрыс па? Сіз экраныңыз көріп жатқан жоқ па? Көріп жатқан жоқсың ба, қазір? Так. Мен сені көріп жатырмын, давай. Сен өзің сайтындашы онда. Сен өшіріп тастадың ғой, иә? Мен уже өшіріп тастағанмын. Қайтып қосылды ма? Қосылды ма, қосылмады ма? Қосылды. Жоғары көтер кәні. Бірінші блок осы, осы астына түсе бер. Екінші блок, екеуі, дұрыс па? Төмен түсе бер. Үшінші блок, төмен түсе бер. Төртінші блок. Төмен түсе бер. Төмен түсе бер. Болды. Жоқ па? Төртінші блок, е? Потом оның астында қазір мен саған көрейін қазір демонстрация экраны. Мен де фотошоптан көре салайын ба? Мен көріп жатсың ба? Жоқ. Көріп жатсың. Одан кейін блок бар. Закажите суши и получите литровую колу, е?
сол мысалы осы 5-ші блок мынау. Осы 5 блокты адаптациясымен әдемілеп жасау саған задание. Анау мысалы қарасаңшы Coca-Cola деген кішкене шығып тұр ғой, ол сондай фонда сөйтіп тұра ма, или ол Мынаның бәрін бөлек па? бір фон ретінде алсаң болады, мына бәрін. Көріп отырсың ба? Мына жерде сәл қарау керек, мына жерде сәл өзгеше екен. Мына жерде мысалы мынандай суреттер мына жақта тұр, мысалы көріп тұрсың ғой, Бұл жерде жаңағы заңды бұзатын нәрселер қолдану керек. Мысалы біз margin top минус 15 пиксель деп беріп жатырмыз да, мысалы ол дұрыс емес нәрсе былайша айтқанда. Бірақ біз соны істеуге болады, пайдасы бар. Бірақ негізі ол желательно қолданбағанда. Сол сияқты мына жерде мысалы сен height бересің diffке, потом ішіндегі элементті ол height-тан үлкен қылып жібересің. Соның ғой сөйтіп шығарып жібересің сыртқа. Ол вообще дұрыс емес негізі, бірақ енді амал жоқ. Осылай дизайны осындай болғандықтан әдемі жасауға тура келеді. Сондай. 5 блокты адаптациясы 320-ға дейін, 1200 пикселден 320-ға дейін. Все, 320 бұйыртса 24-не көрсеміз. Жақсы онда, рахмет. Все, жақсы. Сұрақтар жоқ қой басқа? Жоқ, басқа бәрі түсінікті. Ешінші бір өзім түсінбей қиналып жатқан болсам, телеграмнан жазам ғой сізге. Все, жақсы. Күтеміз. Жақсы онда. Все, жақсы, аман бол.